Мадридтік Реал. Таңбасы алтындай жарқыраған клуб. Жеңістің символы саналатын команда чемпиондардың патшасы. Ал енді ол масқара болды. Осы маусымда жолы болмай келеді. Неге? Кім кінәлі? Ақ балет сиқыр күшін жоғалтты ма? Ішкі чемпионаттан бастайық. Реал тағы да Барселонадан қалып келеді. Онымен қоймай шешуші ойындарда команда әлсіз, шабытсыз көрінуде. Кезінде мақтан тұтқан құштарлық жоқ. Ортан қол клубтарға қарсы матчтарда ұпай жоғалтып қорғанысты бұза алмай қақпаның кілтін таппай жүр. Өз алаңында Валенсияға жол берді. Салдарынан шешуші кезеңде турнирлік кестедегі көшбасшыдан бірнеше ұпайға қалып келеді. Кезінде испаниялық клубтардың қорқынышты түсі болған Реал қазір Жирона, Райо Валлекано сынды командалардан сескенетін дәрежеге жеткен бе? Ла Лигадағы сәтсіздіктерге сылтауы табылар. Бірақ Чемпиондар Лигасында орын алған жағдайға кешірім жоқ. Бұл жолы турнирдің қазіргі жеңімпазы атағын қорғай алмай, ширек финалда Арсеналдан ойсырай жеңіліп масқара болды. Кәрі құрлықтың басты доп-додасында 15 мәрте топ жарған команданың быт-шыты шықты. Реал аяқдопшыларын танымай қалдық. Олар жүйесіз ойын көрсетті. Сырт алаңдағы бірінші кездесуде 3-0 есебімен ұтылып Сантьяго Бернабеуде өткен жауапты матчта да жеңілді. Есеп 1-2 ағылшындардың пайдасына шешілген. Нәтижесінде екі кездесудің қорытындысы бойынша Чемпиондар Лигасымен қоштасуға мәжбүр болды. Осылайша Мадридтік клуб 2021 жылдан бері алғаш рет бұл турнирдің жартылай финалына шыға алмады. Бұрын Чемпиондар Лигасы ақтардың үйі болатын, ал енді олар онда шақырылмаған қонақ сияқты. Амал жоқ, жартылай финал корольдік клубтың қатысуынсыз өтеді. Дегенмен біз үшін Спортпульс сайтында турнирдің күнтізбесімен танысу мүмкіндігі әлі де бар. Лайф нәтижелерінде осы жерде бақылап, соңғы жаңалықтарын оқи береміз. Реал Чемпиондар Лигасынан ұшып кетсе де, ел біріншілігін жалғастырып жатыр. Кезекті турда Хетафеге қарсы ойнайды екен. Ал Испания кубогының ақтық сынында сыңғайрап Барселона күтіп тұр. Барлығын сайттан бақылай берсек болады. Ал енді Реалдың Чемпиондар Лигасындағы сәтсіздігіне кім кінәлі деген сұраққа келейік. Реал тағы да жастарға сенім артты. Бірақ үміт көп, ал нәтиже аз. Беллингем маусымды супер қаһарман сияқты бастады, бірақ оты сөнді. Винисиус тұрақсыз, Родриго шешуші сәттерде көзге түспейді. Бенземаның орнын басқан Мбаппе барлық жарыстардағы соңғы 5 матчта гол соға алмай жүр. Талантты ойыншыны сатып алуға болады, бірақ көшбасшылық рухты сатып ала алмайсың. Ал Реалда қазір екінші Роналду болатындай футболшы жоқ. Карло Анчелотти. Реалға талай жеңіс сыйлаған адам, бірақ қазір әбден шаршаған бапкерге ұқсайды. Оның ескірген тактикасы қарсыластарына жақсы таныс. Матч барысында ойыншыларын кеш ауыстырады. Ардагер футболшыларға сене бермейді және ең бастысы командада идея жоқ. Ал онсыз болашақ бұлыңғыр. Мүмкін Карлоға қош бол дейтін кез келген шығар. Чемпиондар Лигасынан шығып қалғаннан кейін испаниялық алпауыттың басшылығы 5 футболшымен қоштасуды жоспарлап отырғаны белгілі болды. Атап айтқанда Фран Гарсия, испаниялық өзін сенімді сол қапталдағы қорғаушы ретінде көрсете алмады. Давид Алаба, жарақатқа жиі ұшырайтын австралиялық ойыншы басшылықтың жаңа команданы құру жоспарына енбей. Арельен Чуамини, француз футболшы клуб басшылығының көңілінен шықпады. Лукас Васкес, бұл фулбек өз ойынымен қорғанысты күшейткен жоқ. Арда Гюлер, түрік футболшысы алаңға шығу мүмкіндігін ала алмай жүр, және келесі маусымда жалдамалы ойыншы ретінде басқа командада өткізуі мүмкін. Реал жай ғана клуб емес еді. Бұл үздік ойын үлгісі темірдей мінез болатын. Ал бүгін жай ғана ақ жейде киген танымал есімдері. Зиданның психологиясы қайда? Серхио Рамостың жігері қайда? Роналдудың оты қайда? Бәрі қарда еріді. Қалғаны тек демеушілер, әдемі таныстырылымдар және жер жарған мәлімдемелер ғана. Бұрын Реал жеңістің синонимі еді. Қазір брендке айналған клуб қана. Және бұл кез келген жеңілістен қауіпті.
Реалды құтқаруға бола ма? Иә, болады. Бірақ егер олар кемшіліктерін мойындаса. Иә, клуб дағдарысты бастан кешуде. Иә, өзгеріс жасайтын уақыт келді. Жаңа буын, жаңа көзқарас, жеңіске деген шынайы сенім ғана Реалды қайтадан таққа қайтара алады. Ақ балет қазір би билеуді ұмытқан сияқты. Жаңбырша жауған сынның астында қалған патшаға үнсіз ғана бас екеуден басқа шара қалмады. Бірақ бұл жойқын дауылдың алдындағы тыныштық болуы да мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз? Реал әлі де грант па? Әлде оның саудасы бітті ме? Пікір жазыңыз. Арнамызға жазылып, қызықты видеоларды тамашалаңыз.